Ардақты әріптестер, депутаттық сауал Қазақстан Республикасы премьер-министрі Олжас Абайұлы Бектеновке жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, басқа түссе баспақшыл деп атам қазақ айтқандай, біздің елге тағы бір үлкен сынақтың келгенін бәріңіз білесіздер. Бір топ депутат бұл хабарды ести сала өңірлерге аттандық. Ондағы мақсатымыз халықтың жағдайын көзбен көріп, арыз талабын өз аузынан естіп, үкіметке жеткізу еді. Бүгінгі депутаттық сауал менің сөзім емес, әулетімен әуреге түсіп, баспанасымен мал мүлкінен айырылып, тілсіз жаумен тайсалмай күресіп жатқан ержүрек қазақ халқының сөзі деп білгейсіздер. Біріншіден, тосыннан келген топан суды қанша жерден табиғи құбылыс десек те, апатқа кінәлі адами салғырттықтар да бар. Дәлелімен айтсақ, Атырау облысы мен Құлсары қаласының маңынан заңсыз салынған су бөгеттері, жергілікті биліктің көктемгі су тасқынына әлсіз әзірленгені, сын сағатта абдыраған жұрттың әрекетін үйлестіре алмауы да осындай салдарға кеп соқты. Жергілікті билікпен жауапты министрліктер, оған дейін дабыл қаққан әріптестерім Дүйсенбай Тұрғанов, Бақытжан Базарбек, Нартай Сәрсенғалиев, Жылой аудандық мәслихатының депутаты Сырымбек Сәрсенбаевтардың депутаттық сауалдарына бейжай қарағаны да бұл апаттың бір себебі деуге әбден болады. Бөренеден аттаймыз деп есеп беріп, сіріңкеге сүріне беретін үкіметтің шалағайлығы жауапқа тартпаса жалғаса береді ғой. Сондықтан президент айтқандай, жауапкершілік алудан қашып, жұмысты бір-біріне сілтеп отыратын қызметкерлер мен жергілікті ірі компаниялар әрекеттері жазалануы тиіс. Екіншіден, апат салдарынан зардап шеккен халық өз шығындарының қалай есептеліп, қалай өтелетінін әлі де толық білмейді. Өйткені шаралардың нақты алгоритмі жасалмаған. Комиссия қалай құрылып, қалай жұмыс жасайтыны жайлы халыққа дұрыс хабарланбаған. Сол себептен комиссия жұмысын жеңілдетіп, халықпен тікелей байланыстыру мақсатында оның құрамына ел сеніміне ие болған жергілікті белсенді азаматтарды қосу керек деп есептейміз. Үшіншіден, елдің еңсесін көтеру үшін апат болған аймақтардың тұрғындарына несие төлеу жеңілдіктерін, салық, тіпті айыппұлдар мен қолданыстағы заңнамаларда бекітілген шектеулерге қатысты уақытша жеңілдіктер қарастыру сұралады. Сонымен қатар, баспанасынан айырылған азаматтарды оңтайлы орналастыруды жеделдетуді сұраймыз. Құрметті Олжас Абайұлы, қадірлі әріптестер, Абай мен Қостанайда болған отты опатта да, бүгін болып жатқан топан су топалаңында да Қазақстан халқы өзінің бағалы бірлігі мен темірдей төзімін танытты. Міне осы төзім мен бірліктің арқасында біз бәріміз бұрынғы биліктің жақтастары жасаған қастандықты да, мемлекет тұтастығын бұзғысы келетін сайқал саясаттарын да іске асыруға жол бермей келеміз. Бұл ұлы ерлік. Енді кезекте арсыз арандатудың жетегінде кетпей, жұдырықтай жұмылып, тәуелсіздікті сақтау жолында малын да, жанын да құрбан етіп жатқан халықтың талап тілегі тиісті деңгейде орындалады деп үміттенеміз. Құрметпен парламент мәжілісі депутаттары.